Театр. Хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер. Мұнда келген әр көрермен ерекше толқынысты бастан кешіреді. Алайда ол сезімді көрермен назарына жеткізетін тек қана актерлық құрам емес, барлық театр ұжымы. Жарық, әуен, декорация, реквизит. Барлығы үйлесім тапқанда ғана керемет қойылым сахналанады. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде еңбек адам бағдарламасы және менің жүргізушісі Сайгүл Семихан. Бүгінгі шығарылымда біз реквизит жасау маманымен танысатын боламыз. Қымбатты көрермен, сахна сыртында кезекті қойылымға дайындық жұмыста жүріп жатыр, сондықтан да барынша тыныштық сақтауымыз керек. Біз қазір реквизитші маман отыратын цехқа беттеп барамыз. Меруерт ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, Абай облыстық Семей телеарнасының еңбек адамы шығармашылығы ұжымы бүгін не өзіңіздің жұмысыңызға қонақ болып келіп қалдық? Қош келдіңіздер. Тіпті бізді арнайы қонақ келетіндей дайындап қойыпсыз. Бірақ енді бұлар бәрі бутафорский реквизит. Реквизит. Мінекей қымбатты көрермен, қарап қойсаңыз болады. Шынайы түрде жасалған керемет палаудың дәлме-дәл көшірмесі міне осындай болып көрінеді екен. Біз жиі енді қойылымдардан көреміз, түрлі телехикаялардан көреміз. Бұның барлығы да реквизит деп аталады. Енді Меруерт ханым, осындай тамаша өнерді игеріп, осы салада қызмет етіп келесіз. Енді өзіңізбен танысқымыз келеді. Бұл салаға қай уақыттан бастап беттедіңіз? Бұл сала сізді несімен қызықтырады? Мен осы салада жұмыс жасап жатқаныма бірнеше жыл болды. Мынау біздің цехымыз. Осында бүкіл осы Абай театрында өтетін реквизиттеріміз тұрады. Мен өзім реквизитшімін осында. Мұнда цехтың меңгерушісі Жанар. Мен Жанардың көмекшісімін. Екеуміз бірігіп, былай айтқанда топ болып жұмыс жасаймыз. Қазір байқап тұрмыз, кезекті қойылымға дайындық жұмыстары басталып кетіпті екен. Бұл қандай қойылым? Сол туралы айтып берсеңіз. Енді қазір бізде Мұстафа Шоқай деген қойылым болады. Өздеріңіз білесіздер, Мұстафа Шоқай деген біздің КСР-ның кезіндегі біздің шетелде жүріп, біздің мүддемізді, қазақтың мүддесін қорғаған қайраткеріміз біздің. Соған қойылған спектакль өте жақсы. Соны мектептегі балалар қарайды. Күніне, мысалы, бүгін бірнеше рет болайын деп тұр. Сол қазір соған дайындық жүріп жатыр. Қазір соның реквизиттерін орналастырып қоямыз. Көрермен ол актердің жұмысын ғана бағалап көріп кетеді. Алайда сахна сыртында қаншама адам еңбектеніп жатыр. Арнайы мамандар және сахнаны дайындап жатыр. Сіздер қазір реквизиттерді орналастырасыздар. Мұстафа Шоқай қойылымына қанша реквизит жұмылдырылады? Енді бұнда қазір мынандай диван, стол, орындықтар, вешалка сондайлар қойылады. Одан кейін поезда жүріп бара жатқан жері болады. Ол жерде мындай стакандар, бұрынғы кезде мынандай темірде тұратын стакан бар ғой, қырлы стакан. Соны ойылады. Мына қоймада қанша реквизит бар, құпия болмаса? Бүкіл қандай спектакльдар көріп жүрсіздер, соның барлығы осында тұрады. Бір қоймаға сыйып тұр, мысалы. Шын мәнде өздеріңіз қалай табасыздар? Қаншама тығыз жерде тұр екен. Қалай табасыздар? Жазып қойғамыз, және өзіміз есте сақтап аламыз. Есте сақтауда үлкен қажеттілігі бар. Өте қажеттілік, өйткені оның бәрін сол тез уақытта таба қою бір зат болады, мысалы, барлық спектакльда қолданылады. Ал кейбір заттар өздерінің жәшіктерінде тұрады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал кейбір заттар енді есімізге сақтап аламыз. Мұнда енді екеуміз істейміз ғой. Екеуміз бір-бірімізге жаңағы айтып, екі жақтап істеп жүреміз. Мұстафа Шоқай спектакль қойылмас бұрын сценариймен танысасыздар. Оқып шығасыздар. Бізге сценарийін көреміз, барып дайындық болып жатқанда көреміз. Сосын жаңағы айтылады, осында реквизиттер міне қойылады деп. Сонан кейін барлық костюмерға костюмдары беріледі, реквизитшілерге реквизиттері беріледі. Рольдардың бәрі бөлініп болғаннан кейін әрбір актер сахнаға келіп, спектакль басталмас бұрын келіп, әркім өзінің реквизитін тексеріп, қарап, бүтіндігін, түгелдігін қарап кетеді. Қазір енді Мұстафа Шоқай қойылымына керек реквизиттерді бірге талдап көрсетсеңіз бізге.
міне Мұстафа Шоқайға мына жәшігінде тұр өзі. Қазір мына пойыздың көрінісі болған кезде мыналарды штор қылып білеміз. Оларды қазір үтіктеледі, дайындалады. Содан кейін мынаған мынандай қырлы стақанға шай құйылады. Деген енді сонау кеңестік кезеңде қолданылған барлығын өстіп орап қоямыз, өйткені бүтін бәрі сақталу керек. Ұқыптылыққа мән бересіздер. Өйткені әрбір ыдыс болсын, киім болсын, жыртылып, қирап, үйтіп қалмауы керек, е? Барлығы қағазға оралып, мұқият қарайсыздар. сүртіліп, құрғатылып, сүртіліп қою керек. Өйткені ол келесі спектакльға дайындап қоямыз. Папкалары бар. Бұлардың барлығы өзінің орындары бар. Сонда орналастырып қойылады. Мынандай хат. Мына папкалардың барлығы дело дейді мінекей. Қараңыздар енді мынау таза реквизиттік дүние. Тіпті мына ішіндегі жазудың барлығы сол дәуірдің, сол кезеңнің дәлелі. Әрбір қойылым аяқталғаннан кейін бұның барлығын қайтадан қаз-қалпында қайтадан өстіп салып қоямыз. Андай партитура жазылады бізде. Партитура дегеніміз не? Партитура дегеніміз осы спектакльға, осы спектакльді толығымен жазып, өзімізге жазып аламыз. Жазып, қандай заттар қай жерде қолданады, өстіп. Тіпті қазір енді бұрынғы кезде бәрі жазылған болса, қазір кезде мына суретке түсіріп белгілеп аламыз өзімізге. Қай жерге қай нәрсе тұру керек, мысалы, жазып аламыз. Столда неме тұру керек, портфелдің ішінде неме тұру керек. Әрбір тумбочка қойылса, ол әрбір тумбочкаға қандай заттар салу керек. Бірінші тартпада неме тұрады, екінші тартпада неме тұрады, сөйтіп бәрін жазып аламыз. Меруерт ханым, айтыңызшы, театр сіз үшін қандай әлем? Театр мен үшін өте керемет әлем. Мәдени орталық болып есептеледі ғой. Театр ілгіштен басталады дейді ғой. Сол кіргеннен бастап театрдың керемет бір әлемге енеді. Көптеген қызықты қойылымдар болады бізде. Спектакльдар болады. Біздің театрымыздың 90 жылдығы келе жатыр, оларға дайындықтар жүріп жатыр. Енді ол кезде жұмыс қыза түседі ғой бізде. Жаңадан спектакльдар шыққан кезде, жаңа ертегілер шыққан кезде, мына жаңа жылға бір ертегі шығады, сол кезде жұмыс өте қыза түседі. Мына худцехта да, біз реквизиттарда да бәріміздің жұмысымыз қыза түседі сол кезде. Содан оның барлығы жаңағы жұмыстың бәрі жүріп, мына жақта білінбейді ол, ал кейін ол жаңағы спектакль дайын болып шыққан кезде соны қарап өзіміз қуанамыз. Егер 100%-дық шкаламен алатын болсақ, қойылымға реквизит қаншалықты пайыз жан бітіреді? Енді мен ойлаймын, реквизитке жан бітіру ол әртістің қолында да, өйткені мысалы реквизит болмауы да мүмкін, әртіс өзі оны шығару мүмкін, мысалы өзі қолында ұстап тұрған сияқты қылып. Бірақ енді реквизит егерде болатын болса, онда мен ойлаймын қызықтырақ болады деп. Еңбек адамы дегенді қалай түсінесіз? Еңбек адамы дегенді өз ісінің маманы деп ойлаймын, өзінің ісін жақсы білетін, өз ісіне адал, сондай жандарды еңбек адамы деп ойлаймын. Өзіңізді еңбек адамымын деп ойлайсыз ба? Басқа кезде маған бұл сұрақты қойса, мен білмеймін деп сөйтіп айтушы едім, бірақ мен өзімді ойлаймын. Мен өзім адал, осы ісіме адалмын деп ойлаймын. Еңбек адаммын деп ойлаймын. Ең бастысы, мамандығыңызды, салаңызды жақсы көресіз? Иә, жақсы көремін. Енді Меруерт ханым, айтыңызшы, қандай адам реквизитші бола алады? Адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Ол адам шығармашылықтың адамы болуы мүмкін ба? Реквизитші, иә, болуы мүмкін. Реквизитші болу үшін, мен ойлаймын, жаңа ұқыпты болу керек. Есте сақтау қабілеті жақсы болу керек деп. Сонымен енді қимылдаған кезде
шапшаң болу керек деп ойлаймын. Өйткені ЗТМ деген болады бізде. Сахнада светтің бәрі өшіп қалған кезде, жарықтың бәрі сөнеді. Сол кезде оны көрермендер көріп отырады, иә? Көрермендерге ол көрінбейді. Көрінбейді. Көрінбеу керек біз. Сонымен қара киім киеміз, біз капюшоны бар. Соны киіп алып сахнада болады. Яғни ол ЗТМ деген жерді түсіндіру жерге, оны көрермен көріп отырады, бірақ сахна қап-қараңғы болып тұрады. Яғни бір сахнадан екінші сахнаға ауысатын кез. Сол кезде сіздер қара киініп сахнаға шығасыздар. Бір кез болады, сахнадан қара киініп алып шығамыз да, жаңағы заттарды алып кетуіміз керек болады. Ол кезде жаңағы кольцо деген болады, ол айланып тұруы мүмкін, немесе тоқтап тұруы мүмкін. Бірақ жаңағы бір мезетте өшкен кезде жаңағы затымызды алып біз көрінбей шығып кетуіміз керек. Енді осыған байланысты қызықты оқиғаларыңыз да бар шығар, көрерменге айтып берсеңіз. Енді қызықты оқиғалар көп болған, енді сол бір есімде қалғаны, жаңағы ең бір рет шықтым, мынандай домалақ үстел болады, үстелдің үстінде қымыз, тостағанымен сөйтіп құйылып тұрады. Соны кольцо айланып тұрады. Сізге оны сахнаның сыртына алып кету керек болды. Маған сахнаның сыртына, кулисаның сыртына көрінбей тез жаңағы ЗТМ-ның кезінде алып шығуым керек. Содан қара киімімізді киіп алып, шығып, кольцо айланып жатыр. Мен сол кезде жаңағы алып шыға алмай, қиналып қалған кезде енді біліп тұрмын, қазір свет жанады, бірақ жаңағы стөлді өзім үстіме төңкере салып, жаңағы қымыз бәрімен үстіме төгілсе де алып шыққан кезім болған. Сосын сол өзіме бір есімде қалған. Ең бастысы шапшаңдық, және де енді қаншама артистер өнер көрсетіп жатқаннан кейін олардың да еңбектерін сарп етпеу. Әрине, ол да бар. Жаңағы барлық дайындықты бір бұзып жібермеу керексің ғой, енді ол кісілердің де еңбегі бар, қатты дайындалып. Қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетеді ол кісілерде. Сол өте жақсы, сол бір жағынан бірігіп істегенде, өйткені жаңа қызық бір тағы да оқиға болған. Реквизитіміздің барлығын қойып қойғанбыз. Сол бір реквизит фото болатын, ол көрінбей қалған ғой. Сонымен сахнаға шығып кетті артистер. Жаңағы фотомыз ар жақта қалды. Енді сол кезде бір артист басындағы ақ орамалын шешіп, фото қылып жаба салған кез, сөйтіп шыққан кез болды. Тапқырлық олар? Тапқырлық, иә. Сол кезде осы жағдайдан кейін мен одан да жаңағы мұқият қарайтын болдым. Жаңағы реквизиттардың барлығы артистке көрініп тұрсын, жаңағы ұстап шыға салатындай қылып, бәрін жақсылап қарайтындай не болды. Маған бір сабақ болды. Қалай ойлайсыз, қойылымды ойдағыдай орындап шығу, қоюға ең басты себеп, ең басты мақсат не? Қойылымның керемет көрерменге қаз қалпында ұсынуы үшін нені мақсат етесіздер? Енді керемет ол актерлық құрам ба, ол режиссердің мықтылығы ма, сахнаның безендірілуі ма? Ең басты не болады? Ойлаймын, ең басты жаңағы бірлік деп ойлаймын. Бірігіп істесе, барлығы жақсы шығады деп ойлаймын. Меруерт ханым, енді қазіргі уақытта қойылым қойылайын деп жатыр. Сондықтан да сіздердің жұмыстарыңызға біз кедергі келтірмейік. Енді бүгінгі шығарылымда барынша сіздің жұмысыңызбен таныстық. Алдағы уақытта сізге шалқар шабыт тілейміз, шығармашылық ізденістер тілейміз. Енді еңбек адам бағдарламасының өзіндік бір шарты бар, ол нағыз еңбектің адамымен фото суретке түсу. Рахмет сіздерге. Біздің саламызбен танысып жатқандарыңызға рахмет. Енді бүгінгі спектакльді тамашалаңыздар. Жақсы. Ендеше суретке түсейік.